Егер сізде струйный сұйық бояулы принтер болып дұрыс распечатка жасамай жатса, онда сіз мына поискқа панель управления деген тауып алыңыз. Ары қарай устройство и принтеры деген кіресіз. Мысалы, сізде Epson 3720 деген модель бар делік. Осы модельге тұрып, мышканың оң жағын басамыз. Настройка печати деген тауып аламыз. Сізде егер орысша болса, сервис деген болады. Сол сервиске кіресіз. Ағылшынша болса, maintenance деген болады. Осыған кіресіз. Осы жерден екеуінде қолданып көрсеңіз болады. Көбінде мынаны қолданыңыз, hit cleaning дейді. Жаңағы печатающий головканы тазалау деген сөз. Осыны басасыз, старт деп басасыз. Өзі тазалайды, аяғына дейін күтесіз. Ары қарай тазаланды ма, тазаланған жоқ па, соны тексересіз. Яғни принтерге шығарасыз, өзі тестовый страница шығады. Сол жерден көресіз, егер бояулары түгелі түзу анық шықса, онда қайта тазалаудың қажеті жоқ. Егер дұрыс шықпаса, қайтадан осы процесті қолданасыз.